Құрметті достар, бүгін біз 40 минутта дайын болатын тефтелиді дайындайтын боламыз. 500 грамм сиыр етінен жасалған фаршты саламыз. Оны кішкене мұжып жібереміз. Енді оның үстіне 2 пиязымызды блендердан өткізіп, соны саламыз. 2 пиязымызды салып алған соң, әбден күрішімізді тазалап жуып, осының ішіне, салманың ішіне саламыз. Бұл жерде күріш, 2 грамм. Фарш 500 2 пияз. Осы 2 пиязымызды әрді жасап, саламыз. Мен өзімнің специяларымды қосам. Өзіме ұнайтын мынада укроп бар, паприка, қара бұрыш және сушеный не бар, петрушка. Енді өздеріңізге қандай спец ұнайды, сала берулеріңізге болады. Енді осылардың бәрін жақсылап араластырамыз. Енді мына дайын фаршымызды кішкенеден бөліп алып, осылай домалақтап, фигура жасап, тефтелиімізді жасап. Енді міне тефтелиіміз дайын болды. Енді тефтелиімізді пісіруге кірісеміз. Оған керекті мына сұйық май, мұнда 1 тәтті бұрыш, 1 пияз, мұнда 4-5 картошка, жуып тазалап турайсыз. Онан кейін соусына біз мына жерде 2 қасық томат және де кішкене соль и перец саласыз. Қазір бұған қайнаған суымызды құйып дайындаймыз. Бірінші тефтелиімізді пісіріп алайық. Ең бірінші табамызды қыздырып, оның ішіне кішкене ғана сұйық майымызды құямыз. Табамыз қатты қызғанша, майымыз қызғанша тосамыз. Майымызды әбден қыздырып алдық. Енді пиязымызды салайық бастайық. Пиязымызды әбден қыздырып, енді жаңа жасалған тефтелиімізді үзіп шығамыз. Болған соң, картошкамызды салып шығамыз. Енді осы картошкамыздың ішіне жаңағы томаттыға соусқа қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, араластырамыз да. Енді тамағымыздың қақпағын жауып, бұл тамақты орташа отта 40 минут пісіраміз. Біздің тефтели дайын болды. Достар, тефтели дайын болды. Егер де рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.